Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бір қамырдан екі түрлі начинка қосылып жасалатын чебуреки рецептімен бөліскім келіп отыр. Бір жасағаннан өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көріңіз. Алдымен ыдысымызға қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз, және де сұйық майымызды құямыз. Тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Тұзымыз толығымен еруі қажет. Массамыз толық араласып болғаннан кейін осы судың үстіне ұнымызды қосамыз. Және де ұнды бірден салмай, осылай шетінен сала отырып, кеспеге толық рецепттің жазбаша түрін осы видеоның астындағы описание бөліміне. Қамырымызды жақсылап илеп алғаннан кейін демалуға бетін жауып 5-10 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз тынып демалғанша келесіде начинкамызды жасауға кірісеміз. Ол үшін жусайды осылай турап аламыз, майдалап тураймыз. Және осы жусаймен араластырғанға жұмыртқаны қуырып аламыз. Мен 3 жұмыртқаны қуырдым. Татымына қарай тұз саламыз да толық араластырып, аз ғана майда жақсылап кәдімгі жеуге қуыратын жұмыртқа сияқты осылай қуырып аламыз. Дайын болған жұмыртқамызды жусаймен араластырып қоямыз. Бізде бірінші начинкамыз дайын. Екінші начинкамыз екінші чебурекиге арналған асылған картоп, яғни картопты осылай 3-4 танасын алдын ала жуып, бөліп, қайнатып аламыз, асып пісіріп аламыз. Езгішпен езіп, үстіне қалауыңызша бір қасық сүт және сары май қосып, жақсылап пюре жасап аламыз. Біздің начинкаларымыздың барлығы дерлік дайын болды. Енді тынып тұрған, жұмсақ болып тұрған тестамызды, яғни қамырымызды алып, бөліп 2-2 начинкаға және майда бөліктерге бөліп чебурекидің формасын береміз. Бөлген бөліктердің салмағы граммы менде 25-30 грамм болды. Қалауыңызша, егер үлкен чебурек жасағыңыз келсе 50 граммнан бөлсеңіз болады. Ал кішілеу дастарханға салатын осындай 25-30 граммның арасында бөліп шығамыз. Барлығын осылай формаға бөліп алғаннан кейін шетінен, егер жабысып қолыңызға кедергі жасап жатса, аздап ұн сүйіп жұмыс жасасаңыз болады. Осылай жұқалап жайып аламыз да, видеода көрсетілгендей етіп чебуректеріміздің формасын жасаймыз. Қамырымызды жайып, ортасына осылай бір ас қасық начинкамызды салып, шеттерін толығымен осылай ауа кірмейтіндей етіп жабуымыз керек. Қуыру барысында начинкамыз сыртқа шықпау керек. Және жан-жағын осылай ирек-ирек кескіштің көмегімен кестім. Егер бұндай кесетініңіз болмаса, вилкамен үстінен басып қойсаңыз да болады. Осымен біздің жусай қосылған чебуректеріміз дайын. Майға қуырып аламыз. Келесі кезекте екінші начинкасымен жасаймыз, яғни картоп қосылған чебуректі жасауға кірісеміз. Ол үшін жаңағы алып қалған екінші тестамызды осылай мантыге жайғанда етіп, жұқалап жайып аламыз. Жаю барысында ұн қолдануға болады. Қолыңызға жабысып жатса, ұн сүйебе отырып, осылай жұқа етіп, мантының қамырына арналғанда етіп, жақсылап жұқалап жайып аламыз. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Қалыңдығы видеода көрсетілгендей осындай жұқалықта болады. Өте қалың қажет емес, және мантыге, дәл мантының қамырындай алсаңыздар жеткілікті. Енді осы дайын болған қамырымызды 4 бұрыштап кесіп аламыз. Кесіп болғаннан кейін ішіне начинкасын саламыз, яғни картоптарымызды және мантыге түйгендей етіп түйіп шығамыз. Бірақ орталары ашық болмау керек, май кірмейтіндей етіп, осылай толығымен жауып түйіп шығамыз. Келесі кезекте енді майымызды қыздырып, қуыруға кірісетін боламыз. Майымыз жақсылап қызып алғаннан кейін осылай чебуректерімізді қуыра бастаймыз. Бір қызып алған майды кішкене астын басып қойып қуырған дұрыс. Ато бірден қызып тұрған маймен қуырсаңыз, қарайып тез күйіп кетуі де мүмкін. Және салғаннан кейін чебуректердің бетіне осылай майды құя отырып пісіреміз. Сонда біздің чебуректеріміз беттері көбіктеліп, яғни пузырчатый болып, әдемі болып, қытырлақ болып шығады. Осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шықты. Және осыдан кейін екінші салмалы чебурегімізді де қуырып аламыз. Дәл осы майға келесі чебуректерімізді де қуырамыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, дастарханға салғанға, қонаққа өте әдемі көрінеді және дәмі де ерекше болып шықты. Балаларға да ұнады, бірден таласып жеп қойды. Және де менің ютубымда бұдан да басқа рецепттер бар. Каналыма жазылып, қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.